пакет болып кетіп бара жатырмыз. Мынаның барлығын қалай көтеріп кетеміз деймін да. Мегапешті бүгін тонадық кәдімгідей. Мамамдарға да алып бара жатырмыз. Үйде қайненелерім бар, соларға да барлығына, в общем. Қараңыздаршы, қандай обслуживание, VIP обслуживание ғой мына жерде. Барлығын көтеріп енді үйге кетіп бара жатырмыз. Дәмді болды, отырысымыз керемет болды. Қаласашы, Боташка. Енді баламызбен күшті отырдық. Сау болыңыздар. Все, бүгін бар ғой прям андай рахаттанып отырдым баладаш. Это, кстати, еще детский площадкасы бар мынандай. Қазір ғана құлағын артын тестіріп бірден кетіп келді, білмеймін. Изалып, не істедің? Құлағым артын тесіп қан алып, короче. Полностью мына ангина жоқ болды ғой. Ойбай, сразу жоқ болып кетті. Прям айтып отырмын, мына істегеннің бәрі жоқ болып кетті. Таң қалдым өзім кәдімгідей. Еще мына саусақтан да алды. Енді тілдің астынан тоже екі рет тілгіздім. Өйткені адамда тілдің астын бүйтіп көтеретін болса, мына жер көгеріп тұрса, значит давление болады екен. Қалай енді ауыр, нормально болып қалма, ауырмай ма екен тескен кезде? Енді білмеймін, біреуге ауырады, біреуге ауырмайды, маған ауырған жоқ. Саған ауырмаса ауырмады дегенсіз ғой. Бұл айтпесе кішкентай жерінің өзіне ауырады. Сен магазинге кетіп бара жатыр. Ау. Күшті настроениеміз тұрмыз, өйткені алдында біз алған таунхаустың Александр деген бір кісімен сөйлестім. Сонымен осы айдың аяғында уже кілті беріледі екен. Бұйырса ремонтты бастай берсеңіздер болады деді. Қашан бастаймыз деп жүрдік, наконец-то. Енді сабақ деген сәтімен ғой, енді таунхаус деген атына лайықты ремонт болу керек, супер ремонт болу керек. Сол себепті бізде енді тағатсыздана күтіп жүрміз, Алла қаласа. Алдыңғы ол үй салған кезімізде ұрындық, білесіздер, енді ол біз үшін сабақ болды үлкен. Бұл жолы біз ұрынбауымыз керек, бұл жолы біз мықты ремонттар табу керекпіз, жақсы құрылыс жасайтын жігіттерді команданы табу керекпіз. В общем, понедельник күні бұйырса бір компаниямен барып сөйлесуге шығамыз. И хотим все прям идеально, до ниточки енді. Осы жерден қалай көшкенімізді, ол жаққа қалай ремонт жасағанымызды, қалай кіргенімізді барлығын сіздермен бөлісіп отырғымыз келіп тұр. Бір жағынан мақтанғымыз да келеді, өйткені осыдан бірнеше уақыт бұрын біз мысалы таунхауста тұрамыз деп даже армандамаған да едік. Бірақ Құдайдың бір берер нәсібі мол екен. Әрине. Османның несі шығар ол. Алла ойламаған жерден береді ғой. Негізі біз енді дүйсенбі күні бір компаниямен сөйлесеміз, құрылыс компаниясымен. Бірақ енді біз бір ғана компания құлтап тұрған жоқпыз. Бірнеше компаниялармен келіссөз жүргізіп көреміз. Ол керекті контент түсіреміз, Алла қаласа. Сол себепті біздің үйіміз әдемі болу керек. Жақсы ракурстарды істету үшін оны түсіне алатын мықты құрылыс компаниясын іздеп жатырмыз. Очень мощный дизайнер керек қой, былай айтқанда. Шпондармен. Короче, отель сияқты болу керек. Біз ана жаққа барған кезде, кірген кезде демалу керек, біз ғана рахаттану керекпіз. Мамамыз да бізбен бірге барады. Мама өзі білмейді бірақ оны. Бірақ біз уже шешіп қойдық мама үшін. Мама өзінің үйіне кете алмай жүр ғой, билет 40-дан бала шыққаннан кейін үйіме кетемін деп мен айтамын. Кетесіз ба не, мама? Сонда ана немереңіздің көзін жаутайын деп тастап кетесіз ба не? Сендер басында ма? Менің көзімді жаутайын деп қалай тастап кетесіз, мама? Мама, қыз келініңіздің көзін жаутайын деп қалай тастап кетесіз? Мен ана бышыққа барып реклама түсіру керекпін, сол кезде бала қарайды, адам жоқ қой. Мама, немересін сүйіп бара жатыр, Құдай. Үйіміздің іші деген супер болу керек. Постельдарымыздың өзі отельдегі сияқты, полотенцамызда, посуданың барлығын дегенде барлығын емес. Именно мыналарды қалдырамын мен, өйткені мыналар идеальны менде. Ешқай жер сығылмаған. Чайный сервис деген сияқты, тарелка, сондайлардың барлығын ауыстырамын деп тұрмын. Осы үйдегі нелеріміздің барлығын алып кетемін. Samsung-тікін алған болатынбыз, қымбаттарын алдық қой. Енді осылардың барлығын алып кетеміз новый үйге. Қалған заттардың барлығы қалатын жақта. Новыйдан мебель, новыйдан заттар, телевизорларымызды алып кетеміз. Сонда болатын, алып кетуге болатын заттарды ғана алып кетеміз. Бұйырса енді сол жаңа үйімізге қалай көшіп барғанымызды, қандай үйде тұратынымызды сіздермен бөлісеміз, бұйырса. Жаңыздар кәдімгідей арықтап қойғам, күшті, прям өз-өзіме ұнап жатырмын. И мына сақинам, обручалкам сыймай алған болатын маған. Вообще қолынан өтпей қалған, зорға шығарған болатын, алдында ісініп кеткен. Қазір уже обручалкам сыятын болған, қолымның отегі кетіп, өзімнің отегім кетіп, сол ажарланып баратырмын ба, әдеміленіп баратырмын ба, бірдеңке болатыр енді. Мен тек қана тоналка жақтым, қасымды боядым, все, ернімді кішкене подводить еттім. Даже көзімді бояған да жоқпын. Күнненге құлпырып баратырмын, что-то әдеміленіп. Өз-өзіме риза болатырмын. Туғаннан кейін әйелдер әдеміленеді деген рас екен, бірақ өз-өзіме ұнап жатырмын ғой.